өссе елдің көркі, гүл өссе жердің көркі демекші, сен біздің үйіміздің құлпыраған гүлісің қызым. Баяғыда аналарымыз әндетіп отырып осылай шашымызды өретін. Алма ағаштың гүліндей ай, текеметтің төріндей ай, кетіп дәурен бара жатыр, сіз бен бізге білінбей ай, деп әндетіп отырушы еді шіркін анамыз. Осы тәрбиенің барлығын біз анамыздан алғанбыз. 10 саусағынан өнері тамған, анамыздың қолынан барлығы келетін. Анамыз осы шашпаудың да сыры неде екенін бізге айтып отыратын. Халқымыз қыздың сұлулығын бейнелегенде, оның сыңғырлаған шашпауын да айтатын. Шашпау қыз баланың тәрбиесіне өте үлкен үлес қосқан. Айта берсең, шашпаудың сыры өте көп қызым. Міне қызым, қараш, шашпау қандай керемет, я? Қайда? Қызым, өткенде саған сәукеле туралы айтып берген болатынмын, я? Осы жолы бөрік туралы айтып берейін. Бөрік қымбат матадан тігіледі. Мақпал, пүліш, барқыт сияқты бағалы маталардан тігіледі. Ал жиегі қымбат бағалы аң мен мал терілерімен жасалады. Соған сай бағаланады. Бөріктің түрлері өте көп. Түлкі бөрік, сусар бөлік, жанат бөлік деп бөріктің түрлері көп. Осы бөрікті әркім өзінің ұнатқан бөрігін киетін болған. Міне қызым, қазақ өте дана халық екенін ұмытпа.